Сәлем достар, бүгінгі видеода біз күнделікті қора тазалау жұмыстарын көрсететін боламыз. Алдыңғы жиын-терін жұмыстарынан кейін күйі төмен тоқтыларды осылай огородқа жіберіп қойған болатынбыз. Ал балалар сендер әзірге шыға тұрыңдар, астарын тазалап, памперстерін де ауыстырып қойайық. Жабық қора тазалаған малдарында тендері сау болып, үстерінің таза болуына себеп болады. Себебі қораларыңыз неғұрлым таза болған сайын, малдарыңызда әртүрлі зиянды паразиттерден ит-кене бірге болсын таза болады. Жалпы осылай қораны үйіп тазалап болғаннан кейін арбаға салып, тысқарыда орналасқан қи төгетін жерге апарып төгіп тастаймыз. Достар, видео ұнап жатса, арнамызға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Алда әлі ауылдың талай қызығы мен шыжығын көрсететін боламыз. Ауылдың үйдің артындағы әдемі көрінісі. Осылай қора тазалап болғаннан кейін арбаны күректі өз орнына қоямыз. Балаларды өз орнына кіргіземіз. Ал балалар кіре беріңдер, беймарал жата беріңдер.